сот сараптамалық нәтижелер шықса, содан кейін барып қана қарастырамыз. Аха. Аха, түсінді. Жақсы, хабарласам. Не болып жатыр? Кража. Камералар көтеріңдер ма? Иә, тура алдындағыдай. Бірінші камераларды өшіріп тастаған, артынша барып әрекеттерін жасаған ба? Қалай білесің, сол алдыңғылардың тірлігі болуы мүмкін ба? Иә, әбден мүмкін. Өйткені шашылған ештеңе жоқ. Үйдің иелері де ештеңе күдіктенбеген. И 3-4 күннен кейін барып сейфті ашса, сейфте тап-таза. И енді кеп бізге хабарласып тұр. Көршілерден бір көрген білген күдікті біреу жоқ па екен? Қазір әкең сұрастырып отыр соны. Сен осыны жақсылап айналса, анау айналадағы камераның бәрін көтер. Егер әшейін кішкентай ғана бір күдікті бірдеңе табатын болса, маған хабарлас. Хорошо. Жақсы. Что там, Кама? Жүрісің ауырлап кетті дейік. Куча көтерсің, жүрісің ауырлап қалады екен ғой. Қойшы дейік. Бля, мен түскенде дым жоқ екен. Бекер рисковать еттім. Продуктларды жоқ қаладым, прикинь. Сағат керек па? Не істеймін сен сағат? Сол үшін братан айтқанын тыңдау керек еді да. Бірге түсіп куча ұстайтын едік. Сол тыңдамағанына енді өкініп жатырмын ғой. Бүгін тағы лекс оқитын болды. Жүр, сөйлей бермеймін, мынаны өткізіп қайтайық одан да. Потом бірге апара саламыз. По-любому бір кассаға жұмыс істеп жатырмыз ғой. Сол братаның айту керек еді негізі. Біз де сәл көбірек алайық деп. Просто үйде наводка беріп отыр, болды ғой. Рисковать етіп жатқан, бәрін істеп жатқан біз. Қумаш, Макс. Маған бәрі сол братан арқасы ғой. Братан болмаған, давно ұсталып қалатын едік қой. Білмеймін ғой, туған ағыңды қорғап тыңдайсың соны әйтеуір. Тыңдасам жаман болып отқан жоқпын ғой. Постоянно көш адам ғой. Сөйлей бермей мынаны өткізіп қайтайық кеттік. Мыналар дерте қолға түсіреміз деп жұмыстан айырыламыз. Не может быть қол, үйдің барлығын тонайтаған, еще заттар қалай тұрып солай орнына ровно қойып кету деген нәрсе. Вот может быть қой Мәке. Мықты ұрылар ғой, опытный. Біліп тұрмын олардың мықты екенін. Көршілер күдікті ештеңе байқамаған ба? Ешкім ештеңе көрмеген. Бірақ Мәке уайымдамаса табамыз ғой. Қашан? Қашан, Дәулет, қашан? Не болса сендер Айдар ұстап жұмыс істемейсіңдер. Айдар сендердің орындарында болғанда давно біз оларды қолға түсіріп қоятын. Онда жұмысқа қайттан шақырсаңшы. Айдар дәл қазір жұмысқа келем дейтін болса, мен қызыл дорожты үзіп күтіп аламын. Сосын Айдар біріншіден жұмыстан мені шығарған жоқпын, өз еркімен кетті. Ал оның жұмыстан қайттан келу екі талай. Бар, тағы да бір сөйлесіп көрсеңші, сіз асықпай, ойын өзгертер может. Мен білетін Айдар болатын болса ол. Жарайды көреміз, сен бірақ мына жақсылап істеші мына жұмысты. Болды, Мәке. Жақсы. О, брат, тұрдың ба? Тұрдық қой. Ана еске қалай тұрмайсың, мұрынды жарып баратыр. Беті қоны жүп кесте дайым болып қалды ұш. Қолың дерт көрмесін, аяшым. Рахмет, брат. Брат демеш сосын маған. Енді? Жаным деп ба бірдеңе десей. Құмаш мара. Мә саған. Неге қазып братан маған? Сен ешнәрсе бөгін жоқсың ғой? Қуансай қайта соған. Енді екеуміздің тауып келгеніміз ғой, братан. Мен ақымақ көрмеш мақыма. Алдамай қойшы мен. Сен түскен үйде ештеңе жоқ, білеміз ғой. Бар шығар, братан, қаяқтан білесің? Мен ол үйге 3 рет түскем. 3 рет куча көтеріп шыққам. Кейін олар охрана қойды, сол кезде де куча көтеріп шықтым. Қазір ол ақшасын құнды заттарын үйінде сақтамайды. Енді кәрі мен осылай алдауға тырысатын болсаң, аямайым, түсіндің ба? Түсіндім. Жодан братан бүгінгі наводка бар ма? Жоқ, бүгін Макс саған демалыс, үйіңе қайта берсен. Екеуміз бір рет күтіп алуымыз керек. Кеттік. Тамағың күшті болып даяш, рахмет. Рахмет, брат. Сосын не ғой, бүгін демалыс қой, қалаға шығып қыдырып киноға барып қайтайық та. Демалғанда сразу шетелге барып демалу керек та? Енді бәрі бірден бола бермейді ғой, енді даяш.
Саған сенемін ғой, брат. Брат демеші дедім ғой саған. Енді айттым ғой мен саған. Бірінші Парижге барасың, маған сөз саласың. Содан кейін жаным да болады, бәрі болады. Пока что только брат. Жарайды. Мен визам дайын болып қалды, кстати. Уақыт бар әлі менікіне. Еще Парижге бару үшін біраз жұмыс істеу керек маған. Жақсы. Ой, Ереке, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Айдаржан, бұл жақта қайықтан жүрсің? Қайдан жүргенде сізге келдім, тамақ ішпейміз ба? Соған бола келдің ба? Әуре болмай-ақ қоймадың ба? Әуре болма дегенде, Ереке. Сіз елге қызмет етіп жүрген адамсыз. Сізге тамақ әкелу әурешілік емес қой, абырой ғой маған. Ай, рахмет бауырым, рахмет. Бірақ енді әлі жұмыс уақыты біткен жоқ. Қазір бастықтар біреу көріп қойса. Жұмыс уақытысы бітті ау, Ереке, кеш болды ғой, тамақ ішейік. Жарайды, қоймадың ғой, кел, ішсек. Манта келдім, күшті. Енді сол анықтау қиын болып жатыр. Иә, камералардың бәрін қарадық, күдікті ешкім білінбеген. Көршілердің ешқайсысы ештеңе көрмепті. кім тірілі болуы мүмкін бұлай? Дәулетсен былай что молодой қасың алды, екеуің осы күнге дейін кражамен болған делолардың бәрін басынан қайттан қараңдаршы. Дәл осыған ұқсайтын бірдеңе тапсаңдар, маған хабар беріңдер. Все, кеттік молодой. Негізі атымды үйдегілер қолдансын деп қойып еді. Үйіндегілер атыңмен айта берсін да, бұл жерде сен по-любому молодойсың, түсінің ба? Так что молодой жүр. Рахмет, Айдар. Ас болсын, Ереке. Шүкір. Мені уайымдап, мені іздейтін адамым бар. Айдар, баламнан көрмеген бақытты сезіндіріп жүргенім үшін саған рахмет. Қойшы, Ереке, нормально бар. Қалай өзіңізде жұмыс? Шаршамай жүрсіз ба? Бізде шаршайтын жұмыс жоқ қой. Өзің қалай? Бұрынғы жұмысыңа оралу ойыңда жоқ па? Қарастырып жатырмын жұмыс, Ереке. Біреуіне тоқталамай жатырмын. Бұрынғы жұмыс? Қойшы оны. Білесіз ғой, бізде әділдік жоқ. Былай қарап тұрсаңыз, сонша дело ашып, отырғызған адам босата салды ғой. Қазір ақшасы барлар білген істейтін заман болды ғой, Ереке. Мен түсінбеймін, Айдар. Сен әділдікті неге іздейсің? Енді? Айдар, есіңде болсын. Әділдікті іздемейді, әділдікті орнатады. Ас-ауқатыңа рахмет, мен жұмысыма барайын. Жарайды, жақсы. Жақсы, Ереке. Жодам жаңалық бар ма? Пока жақсы жаңалық болмай тұр, мәке. Қашан болады? Тыныш болып тұр, мәке. Сендер тыныш болғандықтан менде сендерге бір жақсы жаңалық бар. Қандай? Сендер мына деланы жабылмай жатқан соң, осы деламен айналысатын адам жұмысқа алды. Кім? Кім күтіп тұрмыз бұрадан? Көресің ғой қазір. Все. Негізі туған інімді күтіп тұрмыз. Қойшы бұрадан, немен отырды? Көтпен отыр. Не жұмысың бар сен? Кешір бұрадан. Кеттік. Жотам не болып отыр? Бардак болып отыр ғой. Білем бардак болып отқанын. Бардак болмаса шақырмайсың ғой сен. Короче, былай. Өткенде кража болады. Бір емес екеу. Екеуі де бір-біріне қатты ұқсайды. Бір уақытта болады. Екеуінің ең қызық жері, ана ұрлықшылар заттарын бәрін ұрлап тонап болғаннан кейін, заттары қалай тұрды, солайдан ровно орындарына қойып кетеді. Кражан болғанда қанша уақыт болды? Бір айдан аса уақыт болды. Кеш екен, Неге? Сен неге бұлардың бүйтіп істейтінін білесің ба? Соны біле алмай отқан жоқпыз ба? Бұлар уақыт созу үшін сөйтіп істейді. Мысалға үйдің егесі үйге келеді, үй тап-тынақта еш нәрседен күдіктенбейді. И сейфті де керек уақытында ашады. 3 күн, 4 күн, может бір апта, может бір ай. Көрдің бе, саған хабар айту үшін қанша уақыт жоғалып тұр. Сонда болғанда, бұлар явно тұрақтап қалатын қылмыскерлер емес. Менде екі вариант болып тұр.
Біріншісі олар уже тонап кетіп қалды басқа жаққа. Екінші вариант, әлі тонайтын 1-2 наводкасы қалды. Одан көп емес. Екінші вариант болса екен. Солай болған жақсы болып тұр ғой. Не ма? Кража болған үйлерге барып қайтайық. Может, 1-2 нәрсе байқап қаламыз. Жүр кет. Кана болып. Жоғалмады. Братан астында жұмыс істей алармыз қазір. Қана, сыртқа шыға тұршы 1 минут. Болды, братан. Че адам, қалай жағдай? Қалай ойлайсың? Не, кісі болып отырсың. Түрмеде бір өзің отырып шыққан адам құсап. Сен отырған түрмеде бәріміз отырып шықтық. Вот именно кім қалай отырып шықты. Сендер отқан түрмелерің бал, а мен кім мал болды ғой. Сол үшін адам айтқанын тыңдау керек. Тыңдамаймын ешкімді. Сені де. Жоламан, көтіңді қыспайын. Отыр, Бергел, Чодан, братан? Әке отырғызайын ба? Жоқ, керек емес. Шығып кеттім анау. Бар артынан аңдыш, бір нәрсеге орнық қалмасын. Болды, братан. Сен делалардың бәрі ұқсайды деген. Ұқсай ғой. Айғайдам күмәнім бар соған. Вот, мысалы, бірінші барған үйіміз железобетонный наводка болған. До того наводканың мықтылығы сейфті парольмен ашқан. А кейін перед последний барған үйіміз опасный. Опасный? Қалай сон? Есікті сейфті жалған сыммен ашқан. Ал жалған сымды кім қолданатынын білесің. Значит, ол жерге түскен адам явно зонада болған адам. А оның ертең алдынан кедергі шығатын болса, адам шығыны болады. Так что ертерек тірлік істеу керек. Онда алдын ішке сол кражамен кіргендердің деласын данный намысты айтқан. Хорошо. Брат, бұйырса Парижге барамыз ғой. Тұратын мощный жерді алып қойдым ғой. Қазірден ба? Жетіп алайық та бірінші тұра тұрсай. Самый главный барамыз ғой. Сен визаң дайын болса болды емес па? Шынымды айтсам ше, сол Парижге аяқ тартып тұрған жоқ менде. Неге? Білмеймін, Қазақстан ұнайды өзіме. Түсінген адамға Шымкент таза тұратын қала ғой негізі. Сен бірінші Парижге барып көрсейші. Сосын Шымкентке келін келмей қалады. Парижде 1 жыл тұрып келген адам саған әңгіме айтпашы. Сен де бірінші рет бара жатсың ғой. Бармайсың ба, қой Мара. Бір как будто Шымкентте базар бар адам сып айттың ғой. Бұл жерде оңып тұрған жоқсың. Братан? Қана, че там, я бір өзің келдің? Біраз аңдыдым артынан, братан. Бір ескі үйге кіріп кетті. 15 минуттай болды да. Саунаға қарай шығып кетті ғой. Мақыл, жүре берсін солай. Сен барып жатып демал. Ертең тағы бір рет күтіп алуымыз керек. Болды, братан. Сосын. Жанындағы кім еді оның? Макс ба, соны құрту керек. Че-то тірліктері мутный. Болды, сөйлесеміз ғой, братан. Құтыл содан. Жақсы, давай. Алды, мына Айдар деген ағаң. Бүгіннен бастап сенің хозяйның осы. Бар деген жеріне барасың, кел деген жеріне келесің, түсіндің ба? Дәулет не отыр? Барлығын анықтадым, бірақ өте нашар жаңалық бар. Не жаңалық? Аламан 3 ай болды воляда жүргенде. Нұрекеңнің артынша 2 айдан кейін шыққан екен. Вот Жоламан бүгін түрмеден шығып жатыр. Жақын күндері Гоша условныймен шығады деген хабар келді. Ебать, қалай сонда? Явно прокурордың тірлігі ғой. Білесің ғой, біз қылмыскерді ұстаймыз, прокурор соның сөзін сөйлейді. Кезінде Нұрекеңе де көтім ашығаны содан ғой. Сотта условныймен жібер жерді ғой. Онда Дәулет сен Нұрекеңнің артына түс. Олар явно бірікті ғой уже. Олар біріксе де жолықпайды қазір. Асықпай біліп алайық, солар ма, солар емес па. Қайтадан басталды ма не? Солай сияқты. Мен білетін Аламан болса, онда мықты планмен күтіп отыр ғой бізді. Олар онда біз туралы информацияны бәрін білетін шығар. Мүмкін. Бірақ деланы соңына шейін апарайық. Прокурордың өзі ешнәрсе істей алмай қалу керек қой. Түсінің ма, молодой? Кән деланы аш. Бұл тірлігім дұрыс болған екен. Сіздің сол бір сөзіңіз қатты мотивация болды. Қателескен екем, әділдікті іздеп. Әділдікті іздемеу керек екен. Наоборот, сол атмосфераны создавать ету керек. Енді түсінгенге
Құран бәрін айтып тұр ғой. Қалай өмір сүру керек екен. Оны Абай да айтып кеткен. Бірақ бәрі пенде. Әркім өз атмосферасында өмір сүргісі келеді. Заңды бұзады. Ақшалары көп болған соң білгендерін жасайды. Зардап шегетін кім? Біз сияқты қара халық. Мына біз сияқты қара халыққа біз үшін тұрып беретін, әділдікті қолдайтын сен сияқты азаматтар керек. Өте ауыр жол. Бірақ еш өкінбеймін. Бұл жолды өзім таңдағам. Бірақ қараңыз жерге. Мен өзім жалпы пара алмағам, үй алмаймын да. Жұмысымды адал істеймін. Былай қарап тұрсаңыз, не әлі үй алмағам. Квартирада жүрмін. Не астында машинам жоқ. Хотя бы әке-шешемді риза қылып, қара шаңыраққа да қызмет қыламадым. Жалпы мен ғана емес, мен сияқты сотрудниктер бар. Бірақ халықтың айтатын сол, бұлардың бәрі сондай, бәрі парақор. Енді бір құмалақ, бір қарым майды шірітеді дейді ғой. Айдаржан, адал еңбек қашанда бағасын алады. Ертелі кеш барлығы бағалы. Бір адам бүгін жай шама тағы. Тағы бір қонағым бар, соны күтіп алу керек. Жұрттың қонағын Шыды вокзалдан, аэропорттан күтіп алады. Сіз тек зонадан екен ғой, а? Кешіріңіз, брадан. Просто ойым ғой. Кезінде ОПГ болған сияқтысыздар ғой. Жан-жаға шашырап кеткенше. Сол, енді жиналып жатырмыз бәріміз. О, ассалаумағалейкум. О, алейкум ассалам, қалай Гоша? Мынауың кім тақ? Главный, мен темес амандаса бер. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам мінім. Чо, кеттік па? Бірінші үйге барып жақсылап тамақ ішіп алайық. Болды, үй болса үй, зона болса зона ба? Гоша, сен жоқ кезде наводка көретін жақсы бір адам тауып қойын. Тірлік көп әлі. Болды, әдемі ғой. Кеттік жүр. Қыз дайындап қойдың да ғой, а? Дәулет, мына делоны қашан жабамыз? Мәке, уайымдамасаңшы, жабамыз ғой. Дәулет, кража болған нақты уақыт анықталды ма? Соны анықтаймын айтқан жоқпыз ба? Кража болған үйлер кейін хабарласқан жоқпыз ба? Енді қара, олар шашқан жерін жинап кететін болса, явно үйде ешкім жоқ кезде түседі, дұрыс па? Дұрыс. Дұрыс болса, былай қыласың. Кража болған үйлерге барасың, үйде қай уақытта ешкім болмағанын анықтайсың. И сол уақытпен барасың да, домофон камерасын көтересің, қылмыскерді ұстайсың. Бәлі, Дәулет, сен молодой далда осымен айналыс сонда. Болды, Мәке, кеттім. Родной, мен сені осы үшін шақырдым ма? Мора, короче, былай. Бұл дела соңына шейін барады. Оған мен гарантия беремін. Бірақ соңына келген кезде жоғарыдағылар былай айтты, прокурор былай айтты дейтін әңгіме қажет емес. Тура солай болатын болса, мені де достығымызды да ұмыт. Мына дело до конца баратын болса, осы делоға қатысы барлардың бәрін түрмеге жабуға мен гарантия беремін. Онда соғысқа дайындал, жауынгер.